Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Біз кәсіби қазақ тілі сабағы бойынша келесі сабағымызды бастаймыз. Жер асты сулары. Бұл жер асты мәтінде жер асты суларының қалай пайда болатындығы, оның негізгі көзі және де бір өсімдіктердің құрамына қалай сіңіп буландырылатындығы және өсімдіктерге қанша мөлшерде су қажет болатындығы жайында қысқаша мәлімет берілген. Сіздер мәліметтермен оқып танысқан соң тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма: мәтіндегі және бейне жазбадағы мәліметтерді өзара байланыстырып мазмұндаңыз. Алдыменен бейне жазбаны тыңдаймыз, содан соң мұндағы көрсетілген ұғымдардың қайсысы келеді. Осы жердегі егер жоспарда бар болатын болса, онда соны бейне жазбамен байланыстыра отырып жұмыс жасаймыз. Подземные воды. Огромный запас воды. В тот момент, пока вы смотрите этот фильм, миллионы кубических метров воды перемещаются из океанов в атмосферу и из атмосферы выпадают на сушу. Наше существование и существование всех живых организмов на Земле продолжается благодаря этому грандиозному круговороту воды в природе и очистительной системе почв. Даже если бы мы решили самостоятельно организовать эти процессы, имея при себе все необходимое технологическое оборудование и новейшие разработки, сделать это нам все равно не удалось. Однако вода, которая путем естественного испарения и уплотнения является основным важным источником нашей жизни, даруется нам без каких-либо затрат и трудностей. Дождь является самым важным элементом для существования жизни на Земле. Для образования дождя между океанами, морями, атмосферой и сушей происходит непрерывный круговорот воды. Пары воды, поднявшиеся в атмосферу различными путями, под воздействием климатических условий уплотняются и возвращаются обратно на Землю в виде дождя, снега или пожара. Вот как Всевышний Аллах в Коране сообщает нам о сложнейших процессах, связанных с образованием дождя, вкратце упомянутых выше. Аллах посылает ветры и так вздымает облако и простирает его по небу, как пожелает, и делит его на куски. И вот увидишь ты, как из его расщелин льется дождь, и когда он тучу шлет на тех из рабов своих, на кого пожелает, ликуют они. Однако дожди, выпадающие на землю, не образуют лишь поверхностные воды. Часть дождевой воды, благодаря климатическим условиям, проникает под землю и образует подземные воды. Одной из чудесных особенностей подземных вод является то, что, находясь между слоями почвы, они не загрязняются и выходят на поверхность земли в чистейшем, отфильтрованном и пригодном для питья виде. Вне сомнения, эти свойства воды являются одним из бесчисленных милостей и благ Всевышнего Творца данных людям. Наш Господь приводит нам в Коране такое назидание. Уже не видишь ты, как Аллах низводит воду с неба и наполняет ею родники в земле. Потом Он ею дает произрасти растениям всех видов и цветов. Потом Он повелит им поблекнуть и пожелтеть, чтобы иссушить и низвести в небытие. Поистине в этом есть знамение и назидание для тех, кто обладает разумением. Высшая мудрость сотворения подземных вод. Мәтінді тыңдап болсаңыздар, соған байланысты жоспарлау мазмұнымен толықтырып, өз ойыңызды жеткізіңіз. Екінші тапсырма. Бұл жайында не білесіз? Жер асты сулары алуан түрлі құбылыстар тудырады. Тау жыныстарын ағызып әкетіп, нәтижесінде ірілі уақты үңгірлер пайда болады. Қазақстанда 140-қа жуық үңгірлер бар. Қаратауда 80,
Үстірт Маңғыстауда 11, Сарыарқада 12 және тағы басқа. Ғажайып әсем үңгірлер де бар. Олардың төбесі мен қабырғаларынан су тамшылап тұрады. Еріген заттардан түрлі пішіндегі өсінділер түзіледі де, олар еденнен жоғары көтерілсе, кейбірі төбеден төмен салбырап тұрады. Машат шатқалында, Қазақстан Республикасының оңтүстік өлкесіндегі қандай үңгір бар? Бұл жерде қай үңгір жасырылған? Осы мәліметті толықтырып, өз білім деңгейіңіздің жауабын тексеріңіз. Келесі. Үшінші тапсырма. Қосымша мәтінмен танысып, ойды аяқтаңыз. Судың ерекше қасиеті жақсы еріткіштігі. Аз тұзын суға салсақ, оның қатты түйіршіктері еріп, мөлдір ерітіндіге айналады. Табиғатта минералдар құрамында көптеген тұздар да кездеседі. Олардың кейбірі суда жақсы ериді, бірақ суда еримейтін минералдар да болады. Олар, мына ұяшыққа суда еримейтін минералдарды жазып, ақпаратты толықтырыңыз. Мұнда ғылыми мәтіндерге сүйенгеніңіз орынды болады. Төртінші тапсырма. Қосымша мәтінмен танысыңыз. Атаулардың синонимдік қатарын анықтаңыз. Мәтінді оқып танысыңыздар. Бұл жерде бір сөздің бірнеше синонимдік қатары анықталған. Ол қай сөздің құрамында анықталды? Сол сөзді жазып, синонимдерін көрсетуге тырысыңыздар. Демек, мынау бізге мәтінде 3 түрлі сөздің қолданысы анықталғандығын көрсетіп тұр. Демек, мәтіндегі 3 атау өзінің синонимдік қатарын айқындайды. Ұяшықтарды толықтырып, мәтінге сай, оны анықтап тексеріңіз. Бесінші тапсырма. Нақтылы бір шипажай жайында мәлімет беріңіз. Бұл шипажайдағы судың қасиеті, оның емдік шипалық мөлшері, қаншалықты деңгейде игеру керек екендігі жайында нақты мәлімет беріп, өз ойыңызды тиянақтаңыз. Бүгінгі практикалық сабақта игерілген мәліметтердің қаншалықты деңгейде меңгерілгендігі жайында тест тапсырмасын тапсырып, өз-өзіңізді бағалаңыз. Жер асты сулары қалай пайда болады? Жауын-шашын қар суынан, минералды заттардан, тұщы су көздерінен, органикалық заттардың өзгерісінен, немесе өзен, көлдерден. Біз жауын-шашын қар суынан деген жауапты белгілеп, оны тексеріп көрелік. Жауап дұрыс. Осылайша өзге де сауалдардың дұрыс жауабын беріп, анықтап, өз білім деңгейіңізді тексеріңіз.